Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыз, сабақтың тақырыбы шахмат. Шахмат ережесімен танысу, және де фигуралармен танысу, және де әр фигураның өзінің жүретін жолдары, өзінің мақсаттары. Жалпы айта кететін болсақ, шахматтың жалпы нақты мақсаты шах арқылы корольға мат қою. Енді бұл жерде шашқы сияқты бұл жерде бір қателессең болмаса екінші қателессең шаш кете ұтылатын болсаң, шахматта әртүрлі айла, әдіс тәсілдер арқылы, стратегия арқылы, тактика арқылы жеңіске жетуге болады. Және де қарсыластың ойынына барып екінші номерді ойнауға болады. Енді бүгін әлемде ең белгілі ойындардың бірі. Бүгінгі танысатын фигураларымыз ол екі қатардан тұратын фигуралар. Бірінші қатарда пешкалар, пешка дейді. 8 болады, 8 штук болады. Енді бұның жүретін жолдарына келетін болсақ, пешкамыз ортасына дейін 1-2 клетка арқылы секіріп кетуге болады. Болмаса бір клеткадан жүре алады. Тек қана түзу жүреді. Ал қарсыласын жеген кезде, мысалға қиғашынан жейді, және де алдыға қарай түзу жүреді. Артқа жей алмайды да, жүре алмайды да. Тек қана алдыға жүріп отырады, бір клеткадан ғана. Ендігі келесі фигурамыз өтетін болсақ, ол турка. Слон дейді. Турканы шығару үшін алдын ашу керек. Алдынан пешканы жүреміз, одан кейін барып турканы шығарамыз. Ол түзу жүреді, алдыға, оңға қарай түзу жүреді, болмаса солға қарай жүре береді. Бір клеткаға, 2 клеткаға, және де алдына тұрған фигураларды, мысалы фигура пешка тұрса жолында, соны барып жеп соның орнына тұрады. Мысалы келесі фигурамыз ол ат дейді, конь. Ат жолын ашпай-ақ, бұл кедергілер сияқты үстінен аттап өтіп кете береді. Любой фигураның үстінен аттап өтіп кете береді. Г арқылы жүреміз. Г арқылы дегеніміз әр екінші клеткадан кейін, болмаса бірінші клеткадан кейін оңға не солға бұрылып отырады. Мысалға Г дегенім 1, 2, 3, одан кейін солға бұрылады. Болмаса оңға. Осыдан ары қарай. Бір клеткадан кейін де бұрылады. Бір клеткадан кейін былай бұрыламыз. Болмаса бір клеткадан кейін былай бұрыламыз. Мысалға пешканың жолында пешка тұр. Пешканы бұл Г арқылы жей алады. Сөйтіп есейді шах қояды. Түсініңіз ба? Атпен таныстық. Енді мынандай дәптер арқылы мен өзім қолымнан сызып сіздерге түсіндіргендей қылып жаздым. Сурет мысалы мынау бағана пешка, мынау турка, мынау ат. Көрдіңіздер ме? Ат клеткамен көрсетіп тұр. Мысалға міне ат Г болып жүреді, Г болып жейді. Түсіндіңіздер ғой? Ендігі келесі фигурамыз ол офицер, ладья дейтін офицер. Бұның былай түсіндіргенде қиғаш, ағы ақпен жүреді, қарасы қарамен жүреді. Және де бұл қиғашынан жүреді, қиғашынан жейді. Енді былай түсіндірген кезде
мына офицер деген. Бул да солай. Турка сияқты. Бул чыгаруу үчүн алдын жолун ашу керек. Мисалы жолун ашамыз, кыйгашынан жүрөт. Кыйгашынан жүрөт. Бир клетка, эки клетка. Былайынан жолун чыккандан кийин бул узагынан кете берет. Мисалга жолунда ферзь болсун жеп кое алат. Кыйгашынан, мисалы үчүн кыйгашынан солга карай, оңга карай кыйгашынан жүрөт. Түшүндүңүзбү, офицер? Ендиги келетін фигурамыз ол ферзь. Ферзь дегенімізді онында шығару үшін жолын ашамыз. Мысалға пешкемен жолын аштық, ферзді шығарамыз. Ферзь шықты. Ферзь қалаған жағына шығалады. Солға қарайды, оңға қарайды, алдыға да. Мысалға ортада тұрса, артында офицер тұрса, офицер оны жей алмайды. Бұл офицер жей алатын. Өйткені ферзь дегеніміз былай айтқанда ханшайым, королева. Ферзь бұл оңға да, солға да, алдыға да, артқа да, оңға, солға айналып жүре береді. Қалаған жолымен жүріп, қалаған фигурасын жей береді. Ең керекті фигурамыздың бірі, басты фигураның бірі. Қалғандарыңызды бүгінгі таныстырғаным. Мына дегенде мынау суретті дегенде қолмен ферзь, король. Корольдің ермексізігі былай түсіндіріп берейін. Бірінші жазғанымда стрелкамен. Король ол қалаған жағына жүреді, қалаған жағына жейді. Бірақ бір клеткаға ғана жүреді, жейді. Түсіндіңіз бе? Бір клетка ғана. Ферзь қалаған жағына жүреді, қалаған жағынан жейді. Король да тоғры сондай, бірақ бір клетка ғана. Бір клетка, оны мен сіздерге түсіндірдім. Бір клетка дегеніміз, мысалға жолын ашамыз, шықты. Солға қарайды, оңға қарайды, алдыға қарайды, артқа қарайды жүре береді. Және де жолында тұрған любой фигураны жей алады. Былай тұрса да, алдында тұрса да жей алады. Бірақ тек қана бір клетка. Енді тағы да бір қайталай өтейін, құрметті оқушылар. Пешка дегеніміз алдыға жүреді, және де қиғашынан жейді. Тек қана алдыға жейді қиғашынан, алдыға жүреді дүзігінен. Түсіндіңіздер ғой? Слонды, турканы түсіндірдім. Дүзу жолмен жүреді, ат Г арқылы жүреді. Офицер қиғашынан. Түсіндіңіздер ғой? Ферзь қалаған жағына жүреді. Король тек қана бір клеткамен жүреді. Ойынның мақсаты қарсыластың шах арқылы корольға атака жасасаң, шабуылға шықсаң, және де өзінің мақсатын, өзінің ойының, өзінің короліні қорғап жүру. Әрдайым оң жақтан, сол жақтан, арттан, алдыдан бір пешка болсын қасында болу керек. Қорғау шарт. Енді ат шығарамыз. Түсіндір ғой? Енді осы келесі сабағымызда, құрметті оқушылар, ойынның және де тактикаларын үйренеміз. Енді сіздерге беретін тапсырмам үйге осы мынандай қазіргі заманға лайық сотовый телефонда бар, ойын жазып алыңыздар.
Biz sizden xabarlaşıp oturamiz. Және де мына үйде бар кімнің үйінде. Болмаса ноутбук компьютерлерде болады. Мысалға компьютерде ойнайтын болсақ, мысалы пешкемен жүрдік. Жүрдік. Енді компьютер жүреді. Енді келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Сабағымды тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар, құрметті оқушылар.